Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala набийина Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Келесі туындайтын сұрақ бұл астмамен ауыратын кісілерге ораза ұстауға болады ма? Иә, әлбетте ораза ұстауға болады. Бірақ бір шарт бар, егер ол денсаулығына қиындық туғызбаса, сол ораза ұстау барысында оның денсаулығы нашарлап кетпеу керек. Енді екіншісі мәселе бұл ингаляторға байланысты, яғни астмамен ауыратын адамдар ингаляторға мұқтаж. Осы ораза ұстаған кезде, аузы берік болған кезде ингаляторды қолданса ораза бұзылады ма дейді. Бұл кезде ораза бұзылмайды. Неге? Одан шыққан нәрсе, ингалятордан шыққан нәрсе ол кеудеге барады және тыныс жолдарын кеңейтеді және оның адамның тынысын дұрыстайды. Астмамен ауыратын адамның тынысын дұрыстайды. Сол сияқты бұл ингалятордан ешқандай бір денеге нәр беретін, қуат беретін ешқандай сұйықтықтар және басқа заттар бөлінбейді. Сондықтан біз не дейміз? Ингаляторды астмамен ауыратын адамдарға ораза барысында қолдануға рұқсат етілген және олардың оразасын ингалятор бұзбайды. Аллаху а'лам.